Бәріңе сәлем достар. Сәлем достар. Сіздермен бірге бәріне қызық арнасы. Видео басталмас бұрын шағын хабарландыру айтып өтсем. Арнада бір ай видео шықпай кетті. Сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Және де бізде тағы да бір хабарландыру. Бұдан кейін осы бәріне қызық арнасы мен өзімнің інім Нұрахметпен бірге жүргізетін боламын. Ал ендеше видеомыз басталмай тұрып лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Мысықтар танымал үй жануарлардың бірі. Олар таза жануар. Оған қоса олардың артынан жинап жүрмейсіз. Және өз иесіне ешқандай қиыншылық әкелмейді. Бірақ мысықтар иттерден қорқатынын барлығымыз білеміз. Ол тіпті мультфильмдерде де көрсетілген. Бірақ әлемде иттерден қорқпайтын, керісінше оларға шабуылдайтын мысықтар бар екен. Олар иттерден қашпайды. Ал егер жақындаса, шабуылға кіріседі. Бұл кадрда төбелеске арналған мысық пен ит. Көріп тұрғандарыңыздай, мысық иттен қашпайды. Тіпті шабуыл жасайды. Ол ит оны талап тастауы мүмкін. Бірақ ол шабуыл жасай алмай, осы текетіресте жеңіліп қалады. Мысықтардың балалары пайда болса, мысық оны бар күшімен қорғап, кез келген нәрсеге шабуыл жасайды. Бұл еркек өзінің итімен серуендеп келеді. Бір кезде иті марғауды көріп, оған шабуылдайды. Бірақ бірде марғаудың анасы келіп, итті жақындатқызбайды. Мұнда Доберман кішкентай марғаумен ойнауда. Бұл ойын болса да, ит оған оның бір жеріне зақым келтіруі мүмкін ғой. Және мұнда мысықтың анасы пайда болады. Ол және итті бір соққысымен қуып жібереді. Мысықтар кейде өздерінің марғауларынан бөлек иттерге де жақтасады. Бұл жерде көшедегі ит қоршаудан артындағы итке шабуылдамақшы болады. Кішкентай ит қоршаудың артында болса да қорқып қашып кетеді. Итке көмектесу үшін мысық келеді. Мысық қорықпай шабуылға кірісіп, кімнің бастық екенін көрсетеді. Бұл кадрда байланып тұрған ит пен кішкентай ит ойнауда. Ал мысық болса, оған шабуылдап жатыр деп ойлайды да, қарсы тұрған итке шабуыл жасайды. Бұл жерде ешқандай қорқынышсыз мысық жыланға шабуылдайды. Мысық өте сақ. Ол жыланның бір шаққаны өлімге апаратынын біледі. Ол жыланның шабуылдарын қайтарып, өз аяқтарымен шабуылдауда. Жылан бұл жыртқышты жеңе алмай, бұл шайқаста берілуге мәжбүр болды. Мұнда батыл мысық қолтырауынан қорқпады. Қолтырауын судан енді шықты. Бұл мысыққа ұнамады. Мысық оны бұл жерден қуғысы келді. Қолтырауын еш үндеместен кетіп қалды. Бүгінге осы достар. Менің түсірген видеом көңілдеріңізден шықса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.
Ал ендеше келесі кездескенше қош сау болыңыздар.